Біз көбінесе қақпақшаларды ауыстырудың орнына қақпақшаларды жөндеумен айналысамыз. Жалпы алғанда жүрекке 4 қақпақша бар: митралды қақпақша, аорталық қақпақша, трикуспидті қақпақша және өкпелі қақпақша. Осы қақпақшаларға операция жасау балаларға, бөбектерге немесе жасөспірімдерге оңай шаруа емес. Бұл біраз күрделі, себебі таңдау мүмкіндіктері шектеулі. Ересектерде, мысалы, осы қақпақшаларға операция жасасақ, қақпақшаны ауыстыруға мүмкіндік бар, бірақ балаларда таңдау шектеулі, өйткені қажетті қақпақша өлшемдері болмауы мүмкін. Сондықтан бізге қақпақшаны жөндеуге тура келеді. Біз осындай жөндеулерді әсіресе митралды және аорталық қақпақшаларға жиі жасаймыз. Бұл жөндеулердің тағы бір артықшылығы: балаларға антикоагулянттар немесе қан сұйылтқыш дәрілер қажет емес, ал қақпақшаны ауыстырғанда бұл міндетті. Сондықтан қақпақшаны жөндеудің артықшылығы осында. Біз бұл қақпақша жөндеулерін минималды инвазивті тәсілмен де жасаймыз. Яғни әдетте жүрекке ота жасау үшін балаларға да, ересектерге де бізге стернотомия ортасынан тілік жасауға тура келеді. Ал минималды инвазивті тәсілде біз бүйірден немесе қолдың астынан да кіреміз. Сондықтан тыртық кішірек болады және ол тыртық қолдың астында, қолтық аймағында жасырын қалуы мүмкін. Біріншіден, косметикалық әсері. Екіншіден, ауырсыну. Минималды инвазивті тәсілде ауырсыну әлдеқайда аз болады. Үшіншіден, қалпына келу. Қалпына келу дәстүрлі тәсілмен салыстырғанда әлдеқайда жылдам өтеді. Бұлардың бәрі минималды инвазивті балаларға арналған жүрек хирургиясының артықшылықтары. Минималды инвазивті жүрек хирургиясы ересектер арасында бұрыннан қалыптасқан және дамыған сала болса, балаларда бұл жаңа дамып келе жатқан бағыт, және біз балаларға минималды инвазивті жүрек операцияларын ұсынамыз. Рахмет.